Ит жеті қазынаның бірі, үй жануары, сүтқоректілер класының төбеттер тұқымдарының қасқырлар тегіне жататын жыртқыш. Иттер шамамен біздің заманымыздан бұрын 15-10 мың жыл бұрын қолға үйретілген деген деректер бар. Қазір дүние жүзінде иттердің 400-ге жуық тұқымы белгілі. Солардың ішінен бүгін біз сіздермен әлемдегі ең үлкен ит тұқымдары жайлы білетін боламыз. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Дирхаунд. Ұзақ уақыт бойы әлемге белгісіз болған, тек Шотландияның жерлерінде өмір сүрген иттердің тұқымы. Дирхаундтар осыған дейін аң аулауға қолданылған, себебі олар төзімді, иіс сезу қабілеті жоғары және реакциясы найзағайдай. Дирхаундтардың бойы 70-80 сантиметрге дейін жетеді, ал салмағы 35 килограммнан басталып 50 килограммға дейін жетуі мүмкін. Адамдардың басқа төрт аяқты достарына қарағанда, бұл ит тұқымдары сирек жағдайда ғана үреді. Олар тек аң аулауға көп қолданылғандықтан үй қорықшысы болуы екіталай. Ирландиялық волкодав. Волкодав деген қорқынышты атауына қарамастан, бұл иттердің тұқымы ақыл-ой және мейірімділігімен ерекшеленеді. Олар агрессиясын өте сирек көрсетеді. Волкодавтардың бойы 86 сантиметр, ал салмағы 55 килограммға дейін жетуі мүмкін. Бұл иттерде кезінде аң аулауға қолданылған. Тіпті волкодав жайлы көне жазбаларда әңгімелер кездесетіндіктен, оларды ең көне ит тұқымдары десек қателеспейміз. Командор. Бұл ит тұқымы қасқыр мен овчарканың қосындысынан пайда болған деседі. Олар отаны Венгрия елінде ұлттық қазына болып есептеледі. Ерте уақыттарда командорларды шопандар малды қору үшін пайдаланса, қазір көбінесе көрмелерден көре аламыз. Бұл ит тұқымдарының орташа салмағы 80 килограмм, ал бойы 75 сантиметр. Леонбергер. Біреулер бұл иттерді жұмсақ арыстан деп атайды, бірақ бұл тұқымдардың есімі немістердің Леонберг қаласынан алынған. 70-75 сантиметр бойлы Леонбергердің салмағы 60 килограммға дейін жетуі мүмкін. Бұл иттер өте көңілді, мейірімді, сондай-ақ әдемі жұмсақ жүнге ие. Көңілді түсіретін бір жағдай, Леонбергер тек 8 жылдан артық өмір сүрмейтін көрінеді. Тоса ину. Бұл ит тұқымдарының отаны Жапония елі. Жапон шекарасы жабық болған уақытта Тоса инудың салмағы 62 килограмм болатын. Шекара ашылған соң, селекционерлердің араласуының кесірінен бұл ит тұқымдарының салмағы 100 килограммнан асқан. Кавказдық овчарка. Кавказдық овчарка көбінен тмд елдерінде ғана кездеседі. Олар өте ақылды, бірақ өздерін басқара алатын күшті қолды талап етеді. Себебі ашуланса өте қорқынышты. Қалың жүнді овчарканың бойы 80 сантиметр, ал салмағы 110 килограммға дейін жетуі мүмкін. Ньюфаундленд. Ньюфаундлендтің бойы 68 сантиметр және салмағы 120 килограмм болатынына қарамастан суда жақсы жүзеді. Себебі бұл иттер балықшыларға көмектесу үшін қолға үйретілген. Иттердің ұзындығы тіпті 2 метрге дейін жетуі мүмкін екен. Даттық дог. Он ең үлкен иттердің арасында дат иті рекордымен ерекшеленеді. 2014 жылы дүниеден өткен осы ит тұқымының Зевс атты итінің бойы 112 сантиметр болатын. Бұл оның Гиннестің рекордтар кітабына кіруіне себеп болған. Доктардың бойы ұзын болса да, арық болғандықтан оларды алып ит деп айту өте қиын. Мастиф. Мастифтар Юлий Цезарьдің билеу уақытынан бері белгілі. Тіпті Цезарьдің өзі олардың үлкендігіне және мықтылығына таң қалған. Мастифтардың бойы 70 сантиметр, салмағы 130 килограммға дейін жетуі мүмкін.
Сен-Бернар. Сен-Бернар 166 кг салмағымен әлемдегі ең ірі ит тұқымы болып есептелінеді. Алғашқы уақыттарда бұл ит тұқымдары Альпі қарлы тауларында құтқару жұмыстарын жүргізу үшін қолға үйретілген болатын. Ал қазіргі кезде Сен-Бернар отбасылық ит болып есептеледі. Себебі олар балаларды жақсы көреді, бірақ басқа иттерді ұнатпайды. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Осы видеоға лайк басып, астына жақсы пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Және біздің арнамызда сіздердің себептеріңізден 35 000 тіркелуші болды. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Бірақ та соңғы видеолардағы көрілім саны өте аз. Оның себебі сіздер мына жердегі қоңыраушаны баспағансыздар. Осы жердегі қоңыраушаны басатын болсаңыздар, біздің видеомызды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.